Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін 2 ғана заттан тұратын осындай бір котлет пісірейін деп жатырмын. Мен котлетке бұл жолы тек қана картошка қостым, біразғантай пияз қостым. Менде 400 грамм фарш және 2 орташа ғана картошка және 1 кішкентай ғана пияз. Енді осылармен қазір жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін мен терканың өте уақ көзінен өткізіп алып жатырмын картошкаларымды. Және пиязымды да осы уақ көзінен өткізіп алатын болам. Өккіштің құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген бір өтінішім бар. Осындай қазақ тілді арналардың дамуы үшін сіз үлкен көмек берер едіңіз дегім келеді. Міне мен үккіштен өткізіп алған картофымды суынан әбден сығып тұрып, бір бөлек ыдысқа салып алдым, және пиязымды да солай өткізіп алып қосып жатырмын. Енді мен біразғантай бір жарты қасықтай ғана тұз салдым, және біразғантай бұрыш, және біразғантай паприка салып жатырмын. Болды, басқа ештеңе де салып жатырған жоқпын. Пияздың орнына сарымсақ алуларыңызға да болады. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер де алуға болады. Ол өзіңіздің жаңағы еркіңізде. Міне мен барлығын араластырып алдым. Енді котлеттің бір ерекшелігі, ол өте көп осындай соққылағанды жақсы көреді. Пісіргенде андай жарылып, бір шамалы болып піспеу үшін котлетті әбден осылай жақсылап тұрып соққылау керек. Мен бір 5 минуттан да көп соққан шығарым. Фаршым кішкентай азғантай болса да, мен әдемі болып пісу үшін осылай көп қылып соғып алдым. Бірыңғай, кәдімгідей домаланып, біздің фаршымыз шыға келеді. Енді оны кішкентай бөліктерге бөліп алып, үлкен қылып алсаңыз да болады. Мен орташа ғана қылып алдым. Және осындай қолыммен алақаныма тағы да соққылап жіберіп жатырмын. Осындай котлеттер жасап алдым. Бөліп алған жаңа фаршымызды да алақанға салып да соққылап аламыз. Сонда осындай әдемі жаңа котлеттер шығатын болады. Бургерге салғанда да осылай фаршты өте көп соққылау керек. Енді табамыздың түбіне тек азғантай ғана май құямыз. Мен қойып қойдым орташа отта. Және панировочный сухаректер болса да жақсы. Менде ол қазір жоқ екен. Сондықтан мен оны алып жаңағы нелерімді, котлеттерімді аунатып әзірлеп алып жатырмын майым қызғанша. Содан кейін жақсылап пісіріп алатын боламыз. Міне менің майым да қайнап жатыр екен. Енді соған қазір 2 жағын қарып, міне 2 жағын асықпай, баяу отта 5 минуттан 10 минут пісіріп алдым. Етіміз бар, ішінде картошкамыз бар, бәрі жақсылап пісу керек. Сондықтан мен асықпай пісіріп жатырмын. Бұл піскен картошкаларды да жаңа пісіріп жатырған вермишель ме, рожки ме, картошка ма, оның да үстіне буға тағы да салып пісіріп алуыңызға болады. Міне мен бетін жауып қойып та қайта жаңағы отта тұрды, пісіріп алдым. Енді қазір түсіріп алатын боламыз котлеттерімізді. Мен әлде тағы қарап алып жатырмын. Мүмкін тағы да біразғантай қоямын ба деп ойлап. Піскеніне әбден көздеріңізді жеткізіп алсаңыздар жақсы болады. Мен енді ойдай пісіргеннен кейін оны қарап, ішін жарып, қарап жатқан жоқпын. Міне менде осындай әдемі котлеттер шықты. Енді мен суретке түсіру үшін болса да, мен бір қасына әдемілеп гүл жасап қояйын деп жатырмын. Менде көк шөптер жоқ,
дүкенге бармағалы көп болды. Сырт аяз, көктайғақ, өткір жел, сыртқа шықсақ ұшырып бара жатыр. Сондықтан да менің қолымда қазір оформлениеге көп ештеңе жоқ екен. Осы бір сәбізді алып, осындай жаңағы құралдың көмегімен гүл жасап алып жатырмын. Суретке түскенде әдемі болу үшін жасап жатырмын. Мен бұны жасамай ақ қойсаңыз да болады. Осындай етіп мен бір 3 гүл жасап алдым. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер менің осы бейне жазбам сізге ұнаса, менің арнам пайдалы деп есептесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Лүпіл баса кетіңіздер, пікір жаза кетіңіздер, достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Менің арнамның дамуына сіз үлкен көмек берген болар едіңіз дегім келеді. Міне менде осындай әдемі жұмыс шықты. Осымен мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Хош, сау болыңыздар.